Өмір деген негізі қызық нәрсе екен ғой. Адамның өзінің жеке бас қиындықтары, проблемалары ол тек қана өзіне ғана қатысты. Өзің бақытты болуы да, жолының ашылуы да, қанша біз Құдайға сенсек те, қанша біз тіленсек те, ол тек қана ол әрқайсымыздың өзіміздің жеке проблемаларымыз. Әрине, ешкімді күнә тағып кер жоқ, көмектеспеді, қолдамады деген сияқты. Бірақ елдер те түсіну болады, олардың да өздерің қазір әрқайсында проблема, кредит, бала шағасын асырау керек. Әйтеуір бәрінде тіршілік, өмір сүру күнде әйтеуір. Адамның өзінің жеке бас проблемасы жаңағындай шешілмесе, қайсы бір елдің тағдырын ойлайды. Егер де өзінде бітшіт болып жатса, отбасына асырамай жатса, содан кейін кімге керекпіз біз? Ешкімге. Тек қана өз жанұяңа ғана болмаса былай, өз туған туыстарыңа. Бірақ кейбір кезде өз жанұяңа да керегі жоқсың. Бар адамның қолындағы бақыты ол, менің ойымша, осы өмірде өзін бір істе табу, бір істі жүзеге асыру, өзінің арман мақсаттарын алдында қойған, соларды жетілдіріп, қалай десе болады енді, андай өмірінің соңына дейін соны іске асырып кету, сол деп ойлаймын. Өзінен кейін үрім-бұтақ қалдыру, бала-шаға қалдыру, өзінің сүйгенін табу. Бұл дүниеде бақытты адам, ең бақытты адам өзің сүйген жарын тапқан нағыз. Ата-анасы тірі, денсаулығы мықты, шынайы дос, серіктесі бар. Сол бақытты шығар негізі. Енді ойламаңыздар, енді мен бір далбасалап бірдеңе айтып отырмын деп. Былай қарасаң, көп нәрсе істегім келеді, іске асырғым келеді. Бірақ икемсіз бір қолыңнан келмейтін болып қалады кейбір кезде. Өмір соны көрсетеді. Жаңағындай бәрібір табиғат өзінікін алады екен ғой. Қанша талпынсаң да, қаншама есік жабылса да, алдыға қарай ілгері жүріп, әйтеуір бір есік алдыңнан ашылады деп ойлайсың. Бірақ сәт түспей жатыр.
Өмір деген сондай қызық нәрсе. Негізі көп нәрсе істеуге болады. Өмірде енді тек қана бір нәрседен қорқам. Ол жақындарымның қасымда жоқ болуы. Енді ол әр адамда бар шығар ондай қорқыныш. Екіншісі, енді қалай десе болады. Екіншісі, осы өмірде өзімнің ойлаған, алдыға қойған арман мақсаттарымды іске асырамай кетем ба деген сондай ойлар туындайды кейбір кезде. Сондықтан менің ойымша енді әр адамды осы тіршілік жаңағындай жасауға күнделікті осы мына күн көрушілік, дүние қуушылық, сол адамды итермелейтін қорқыныш, ол өлім, менің ойымша. Өйткені әр адам енді өлімнен қандай да бір себептен қорқады деп ойлаймын. Өйткені түйсігінде ол бәрімізде жатыр ол нәрсе. Ертең енді көбісі ойланбаса да, бірақ өмірде енді ойланады деп ойлаймын әр адам сол жағынан. Бір рет болмаса да енді бірнеше рет. Өйткені өлім туралы ойламау қателесіп кеттім. Өлім туралы ойламау, менің ойымша, ол бір қате ұғым сияқты деймін да. Әрине бәрі өлім туралы ойлайды. Жас ұлғайған сайын үлкен кісілердің бізге қарағанда екі есе ойлайды. Ертең жаңағындай отбасым не болады, балаларым не болады дегендей, жасап жатқан ісім не болады дегендей. Бұны айтып отқан себебім де сол. Әрдайым кейбір кезде ойланып тұру керек. Не үшін сен туылдың, не үшін, қандай мақсат бар сенің алдында. Тек қана өзіңді ғана ойлай бермей, мен бәрін патриот болыңдар, еліңді ойлаңдар деп отқан жоқпын. Менің айтып отқаным бұл жауапкершілік болу керек та әрқайсымызда. Қандай да бір қиыншылық болмасын, бірақ өз алдыңда бірінші ретте ел алдында жауапкершілік болу керек. Әйтпесе біз тек қана қазақпыз, ертең Қазақстанды құрамыз, жаңадан бәрін өзгертеміз деген сияқты қышқырып айтқанша оны жүзеге асыру керек. Менің ойымша, тек қана ауызды көпіріп, құрғатып сөйлей бергенше іске көшу керек та. Отыра бермей жаңағындай, анау істемеді, билік кінәлі, анау. Билік кінәлі. Және халық та кінәлі. Бұл менің пікірім. Өйткені біз
өзіміз халық қандаймыз, сондай билікті лайықты болып отырмыз да. Сондықтан менің ойымша халық ақылды болу керек, халық даналы болу керек, сол бұрынғы құндылықтарды қайттан жаңғырту керек та. Ал соның бәрін еске алып дегендей ата бабамыздың даналығын, жаңағындай іскерлігін, жұмысқа деген талпынысын бәрін, жаңағы батырлығын, батылдығын, ақылдылығын, соның бәрін ой санаға ала отырып, тарихтың бәрін мысалға, енді мен оқып шық деп отқан жоқпын, бірақ есінде болу керек те әр адамның, өзінің қай жерден шыққаны, қай жерден жаңағындай өзінің тегі, өзінің болмысы, ұлттық сана сезімін құртып алмас үшін әр адам өзің білу керек деп ойлаймын. Сондай мәліметтердің бәрін. Енді бір ой толғау бұл, былай қарасаң. Мүмкін қазір айтып отқан ертең мысалға есімде болмайды. Сондықтан осындай бір бейне түсіріп жазып отқанда себебім сол шығар. Өйткені білмеймін ғой, ертең бүгін бар, ертең жоқ. Мүмкін сіздер де көрмейтін шығарсыздар бұны. Менің өз мақсатым сол. Негізі көп нәрсені былай қарасаң, жас кезінде көп нәрсені өзгерткің келеді, көп нәрсе істеймін деп ойлайсың. Жас келе бастаған сайын, жасың ұлғая бастаған сайын, сықырлап, буындарың былқылдап, сүйектерің сылқылдап, денсаулығың күрт өзгере бастайды. Енді әрине мен жаманшылық шақырмаймын, бәрі енді тфай денсаулық бәрінде жақсы болсын. 1000 жасаңдар. 1000 болмаса да 1,000,000 жасаңдар. Сондықтан қазақ еліме тек қана жақсылық тілеймін. Тек қана артқа емес, алдыға қарай жылжиық. Көп нәрсе мынандай стереотипті ойлау, менің ойымша, неге тек қана қазақи ойлап қажет жоқ. Мен айтып отқаным жаңағындай стереотипті қазақи ойлап керегі жоқ. Біз өзіміздің қазақи құндылықтарды сақтап, жаңа ғасырда мынандай жаһандану жүріп жатқан кезде бүкіл әлемде біз де барлық әлемнен қалыспай, менің ойымша, бір ногу со временем дейді ғой, сол сияқты алдыға қарай қадам басу керекпіз да. Бірақ өзіміздің кім екенімізді, қайдан шыққанымызды, тегімізді бәрін ұмытпауымыз керек. Тілімізді ұмытпауымыз керек. Әдеп-ғұрыпты ұмытпауымыз керек. Ата-бабаларымыздың, жаңағындай әруақтарымыздың бізге тастап кеткен мына жерімізді, елдігімізді сақтап қалу керек. Тек қана андай ой, біз қазақпыз, көкіректі қағып, кеудемізді жұлып, жаңағындай айтып
бүйтіп не істемеу керек, күшпен емес, біз ғылым, білім, ақылмен, санамен өзіміздің ұлттық деңгейімізді сөйтіп көтеру керек деп ойлаймын, соғыспен емес. Тек қана жаңағындай өзіміздің мықтылығымызды сөйтіп қана көрсете аламыз деймін да. Өзіміздің мынандай оқымыстылығымызды көрсетпей, тек қана мынандай жаңағындай қалай десе болады, сауатымызды аша отырып, көзімізді аша отырып, бұрынғы қателіктерді қайталай бермей, билік жүйесін білмеймін, енді ауыса ма, келешекте ауыспай ма, онысын білмеймін, бірақ біз өзіміз қазір ой көзқарасымызды ауыстырмасақ алысқа бармаймыз, менің ойымша. Өйткені бесіктегі баладан қазір мынандай, енді патриот демесем де, өзінің елін сыйлап, өзінің елін үшін жауапкершілікті ала білген азаматтарды тәрбиелесек, әр отбасыда, әр ата-ана сөйтіп өз баласын тәрбиелесе, жаңағындай боғауыз айтпай, мынандай мәдениетсіз қылықтар жасамай, тек қана ақылды, тәрбиелі, мықты тұлғалар осы қазақ елімізде көп болса, менің ойымша біз 10 жыл емес, 5 жыл, тіпті 1 жылдың ішінде көркейіп кетеміз деп ойлаймыз. Өйткені әр тұлға ол өзінің несін, жаңағындай өзінің идеясын бір нәрсе істеу арқылы, мысалы әр қазақ, менің меңзеп отқан әр қазақ мысалы бір өзінің идеясы шығарып, техникалық жағынан болсын, гуманитарлық жағынан болсын, бір мәдениетке қатысты өнер жағынан болсын, бір қандай да бір жаңарту, қандай да бір жаңа өнім, жаңағындай тауар, жаңа құрал-сайман ойлап тапса, мысалы, менің ойымша, біз ешқандай басқа жақтан импорттамай, өзіміздің ғана затты өндіріп, өзіміздің ғана жаңағындай затты пайдаланамыз деп болашақты ойлаймын. Бірақ әлі оған жете алмай жатырмыз, өкінішке орай. Бірақ мен сенем болашағына Қазақстанның. Сондықтан бір болайық, 100-ге руға бөлінбейік, тек қана қазақ екенімізді ұмытпайық. Ол былай ғой, жаңағындай бәріміз қазақпыз дейміз, бірақ іске келген кезде бәріміз бөлінеміз. Оны мойындау керек. Ол айтады жаңағындай, не үшін бізді бөлді, руға бөлді, 100-ге бөлді, не үшін істеді оны? Егер бөлінбесек, мысалы, оны бірінші ретте не үшін бөлді? Өйткені сіздер өзіңіздің тегіңізді білсін деп, ата-бабаларыңыз кім екенін, жаңағындай қайдан шыққандарыңды білу үшін, сол үшін осындай жүйе құрылды. 100-лік, рулық жаңағындай жүйе, немесе тайпалық дегендей. Бірақ ол сіздер бөлінбесін деу үшін емес, бір болу үшін. Ол тек қана бұл есте қаларлық жаңағындай күнделік сияқты ғой. Ана атасы болған, тегі мынандай болған, батыр болған, би болған деген сияқты сондай тізбектеп, қалдырып кеткен, есте қалсын деп.
ал бөлінсін деген жоқ сендерге. Мен көп байқап жатырмын қазір қазақтардың арасында сондай тенденция, ахуал қатты болып жатыр да. Қанша біз қазақпыз дегенмен іске келген кезде біз өте жаңағындай руға, жүзге бөліну деген сияқты, немесе қай немеді ауданнан, қай қаладан, облыстан өте сондай не бар ондай. Оны мойындау керек. Сіздер өздеріңіз де жақсы білесіздер. Жұмыста да болсын, көп нәрседе көресің. Сондықтан менің ойымша қазіргі мынау шешуші сәтте, осындай шешуші уақытта қазақ еліне бірігіп бір бастан бір жұдырық болып жұмылып, енді айтып отыр ғой Тоқаев. Білмеймін енді, ол Тоқаевтың сенер сенбесін енді ол уақыт көрсетті. Бірақ жаңа Қазақстан құру бұл әр қазақтың қолында деп ойлаймын. Сіздер келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Бірақ ол шындық. Сондықтан сол жағын ойлап жүріңіздер. Тек қана биліктің қолында ғана деп ойлайтындар ақымақ адамдар олар. Сіздер де өзгерте аласыздар Қазақстанды, болашағын. Өйткені айтып жатыр ғой, мысалы Германия болсын, Англия, Жапония, Қытай, Россия, жаңағындай Америка неге дамыған елдердің қатарында, неге осы жаңағындай Европа мықты? Өйткені білесіңдер ме, әр дамыған ел, ақылды ел дейміз ғой, техникалық жағынан болсын, неше түрлі өнер жағынан болсын, классика, музыкалық, жаңағындай бәр жағынан дамыған енді. Не үшін? Өйткені әр ұлы мықты, күшті ұлттың арқасында ұлы тұлғалар бар. Мен анау елбасы, лидер нации оны айтып отқан жоқ. Ондай емес. Диктаторы ондай тұлға емес. Ал әр салада ғалым болсын, жарайды президент болсын, мұғалім болсын, дәрігер болсын, жаңағындай әскери қызметте болсын, батыр болсын, қандай болсын, қарапайым адам болсын, меценат болсын, жаңағындай компьютерден, жаңағындай айтишник, программист, кім болсын, бәрібір. Әр салада өзінің ұлы тұлғасы болған. Осы ұлы тұлғалардың бәрі қосылғанда осы құрам, сондай қоғамдастықтың ұлт деп аталады. Және ол қоғам неғұрлым ақылды, неғұрлым саналы, сауаты ашық, оқыған, тоқыған, көп нәрсені көрген, және де иммунитеті мықты қоғам болса, иммунитеті мықты халық болса, сол жаңағындай ұлт мықты. Өйткені оның мықты тұлғалар көп. Біз тарихтан білеміз, ол біздің Алашорда деген жаңағындай партиямыз болды. Неше түрлі ағартушы аға көкелеріміз болды, атылып кеткен. Мысалы, ұлт зиялылары жаңағындай қаймаға кетпеген біздің
қазақтың интеллигенциясы, соны кезінде мысалға патша үкіметінің кезінде де мысалға қанша қырды. Ол кезде де біздің нелер болған, ақылды интеллигенциялар. Хандықтың кезінде енді колониясы болды ғой, ол кезде Ресей империясының, ол кезде де қырған. Кеңес одағы кезінде тағы келіп қырды. Аштық болды, репрессия болды. Мен де Ресей кеңес одағы өйтіп күйе жағып отқан жоқ, бірақ ол іс, ол тірлік болған нәрсе. Қазақтың жойылып кете жаздаған кездері, сәттері көп болды. Сол қайталанбас үшін және де қазір сондай интеллигенция адамдары көп болу керекті. Ары қарай біздің дамуымыздың жаңағыдай деңгейін, халықтың әл ауқатын, әлеуметтік жағдайын көтеретіндей, және де экономикалық тұрғыда болсын, әскери тұрғыда болсын, халықты, елді мықты қылатын тұлғалар қазір қажет бізге. Өте қажет, ауадай. Өйткені көбісі қазір кетіп жатыр Қазақстаннан, басқа жақтан таңдап. Мен әрине олардан сөгіп жатқан жоқ, бірақ оларды қолдап жатқан да жоқ. Ол қашқындықпен бірдей. Жоғарыдан астыға дейін бәрі енді кетіп жатыр. Кім жақсы өмірді іздеп шетелге. Сол үшін айтып отқаным, жаңа кезінде Алашорда, мысалы, интеллигенциямыз, ақылды, жаңағыдай сауат асушы, басым істемей қалды. Сол кісілер жаңағыдай біздің тұлғаларымыз атылып кетті ғой, мысалы, қаншама. Солардың репрессиядан кетті, мысалы. Сол кездегі адамдар, мысалы, тірі болғанда қазір Қазақстан қандай болатын еді? Мысалға да, бұлай ойлап қарасаңыз. Оның алдындағы жаңа патша үкіметінің кезіндегі отарлық саясаттың құрбандары болған интеллигенция тірі болғанда қандай болатын еді еліміз? Сол жаңағындай, сол сияқты, сол қайталанбас үшін, мысалға, біз айтамыз ғой, біз емес енді көбінесе орысша оқығандар, орысша жаңағыдай білімгерлер, өзінше ақылгөйлер, жаңағыдай орыстар болмаса, біз жаңағыдай Дикий Западтағыдай индейстер сияқты болатын ек, Америкадағыдай құрып кететін ек, тайпа сияқты деген сияқты, жабайы болатын ек деген. Ол дұрыс емес. Әрине біздің өзіміздің сол кездегі интеллигенциялар болған, ондай адамдар медреседе оқыған, жаңағыдай тек қана жаңағыдай медреседе емес, арабша емес, және басқа да мектептер ашылған, французша болсын, ағылшынша болсын, ол кезде зерттелген, дәлелденген, тек қана орыс мектептер ғана емес. Сондықтан көз ашық адамдар ол кезде де болған. Менің ойымша, ол айтады ғой, неге сол кезде мықты болса, жаңағындай ақылды болса, жаңағы халқымыз мықты болса, неге хандық кезінде сондай техника ойлап таппады? Неге? Өйткені әр жақтан шабуылдады бізге. Қытайдан, Россиядан, Ресей империясынан, жаңағындай ноғай, тағым, Ташкент жақтан өзбектер, Бұхара, Самарқанд, жаңағындай қырғыздар, бәр жақтан шабуылдады ғой бізге.
Оны мойындап айту керек. Және ол мәдениетке қалай көңіл бөледі, егерде әр жақтан былай шабуылдаса, өздерің ойлаңдаршы. Талпа адамдар саған жабылса, сен қорғанасың, дұрыс па? Сол үшін сол кезде қорғанысқа күш көп кетті деп ойлаймын. Неге жаңағындай мәдениет жағынан оған уақыт болған жоқ. Бірақ біздің күйші, жыршы, жаңағындай ата бабамыз қалдырып кеткен фольклор, өзіміздің өлеңдеріміз, халық әндері шырқалатын, жаңағындай қазіргі кезге дейін сақталып қалған халық өлеңі, халық әні, қазағымыздың жаңағындай бәрі сақталып қалған. ол жаңағындай салтымыз, бәрі құндылықтарымыз әлі күнге шейін сақталып қалған. Өйткені біздің ата бабамыз жерді, елді сақтап қалған кезінде, соның арқасында. Әрине, жаңағындай мәдениет жағынан болсын, техника жағынан болсын, бізде бір артқа қалып қалдық деп айтып жатыр ғой. Мүмкін. Ал сіздер бұлай мынандай кешіріңіздер, құмарып қалдым да. Мынандай бір идея айтайын сізге. Ал егерде қазақ хандығы кезінде, мысалы, отаршылдық болмаса, Ресейдің қол астына кірмесе, мысалға, немесе жаңағындай кеңес одағы кезінде жаңағындай кеңес үкіметінің жаңағындай қол астына кірмесе, мүмкін болар ма еді біздің дамып кетуімізге ары қарай? Ойладыңыздар ма сол жағын? Біз сол кездегі мысалға өзіміздің интеллигенциямызды сақтап қалуға сол кезде мүмкіндік болар ма еді, мысалға, ары қарай дамуға, мысалға? Сол жағын ойланып көрдіңіздер ме? Өйткені көбісі көре алмай сөйтіп бір-бірін сатқан ғой, былай қарасаң. Сол ақылды адам болсын, жаңағы ғалым адам болсын, мұғалім адамдарды, оның бәрін жасырып айтпай жатыр ғой ешкім, дұрыс па? Біз оны білмейміз де. Ол адамдар әлі сол жаңағындай жағымпазданып, жаңағындай билікке көтеріліп кетті. Ол адамдардың әлі ұрын-бұтақтар да бар. Сол жаңағындай сатқындардың да, атқан да, жаңағындай сол кісілердің ұрын-бұтақтары әлі тірі ғой, былай қарасаң. Сол себепті сондай қайталанбас үшін мынандай мен нені меңзеп отырмын, былай қарасаң. Қазір миларың шатасып кеткен шығар, не айтып отыр деп, далбасталып кетті деп. Бұл жерде айтып отқан себебім, біз бір жолата, мен қазір хандық кездерін айтпаймын. Хандық кезінде де Шоқан Уәлихановтың 300 шәкірті болған. Оның бәрін Ақпатшаның үкімімен жойған. Сіз ойлаңызшы, сол 300 бала қаншама жаңағындай, жаңа мен айттым оның алдындағы, қаншама идеялар туындайтын еді, қаншама жаңағындай өркениетті дамытатындай, қазақтың мәдениетін дамытатындай, өнерін дамытатындай, техникасын бәрін дамытатындай мүмкіншілік жасайтын еді да, жойып жіберді оларды. Енді қараңыз, енді Алашорданың кезіндегі зиялы қауым, біздің интеллигенция дейміз, ақылды адамдар, солардың көздерін жоймағанда, атпағанда,
халық аштықты көрмегенде қазір халық саны әшейін халық саны мысалы қазір 20-ға да жетпейміз ғой ол кезде. Сонда бір қатар ғалымдардың пайымдауынша 150 миллионға дейін жететін ек егерде сондай қырғын болмағанда. Біз өз еліміздің ішінде ең аз ұлт болып қалдық да. Ең аз ұлт қатарында болдық. Сол жаңағындай аштық кезінде, аштықтан кейін жаңағындай репрессиялар болғаннан кейін екі аштық кезең болған негізі. Білесіздер ме, білмейсіздер ме? 1928 жылы ол 30-ға дейін 30 жылға дейін ол оңтүстік Қазақстанда. Содан кейін 31-33 жылы бүкіл Қазақстан бойынша. Сол кезде өте жаңағындай қазір айтады ғой 3-4 миллион дейді. Негізі 5-6 миллионнан астам қазақ қырылған. Репрессия кезінде қаншама кетті, оны айтпайды ешкім. Сол себепті мен айтып отқаным, мысалы біз өзіміздің зиялы қауымымызды сол патша үкіметінде бір жойып алдық, және де 1-2 ғасырға, міне 500 жыл ұстады ғой, 2 ғасыр ұстады ғой мысалға. 2 ғасырға біз жоғалтып алдық өзіміздің мүмкіншілігімізді, мықты және әрі қалай десе болады, соның техникалық жағынан, өркениетті жағындай даму жағынан бүкіл әлемге бір паш ететіндей біз мүмкіншілікті жіберіп алдық та. Біз тәуелсіздігімізді, егемендігімізді жіберіп алдық та. Түсінесіздер ме? 2 ғасыр жоғалтып алдық. Енді мына жаңағындай 20-шы ғасырда біз Кеңес одағына кіріп, Алашорда өзіміздің жаңағындай зиялы қауымымызды жоғалтып алдық. Ары қарай қалай десек болады, сол кездің жаңа Қазақстанын құратын адамдар жоғалтып алды соларды. Майталмандар, көз ашық, оқыған, тоқыған, тек қана жазушылар емес, ғалымдар, тәрбиешілер, мұғалімдер, дәрігерлер, көп адамды кетті. Енді біз тағы 1 ғасырға кейін шегеріп қалдық. Мүмкіншілікті екінші рет бізден тартып алды. Біз мықты ел болатындай мүмкіншілік жіберіп алдық. Өйткені бізді коммунизмнің жойғысы келді. Оны рас шындықты айту керек, мойындау керек. Жойып кете жаздап бізді. Сол айтып отқаным. Сол себепті мен айтып отқаным қазір енді сол кісілер аман болғанда, мысалы, мүмкін қазіргі біздің қауым бір ақылды, мәдениетті, кішкене болса да дамыған, ішіп сиіп жаңағындай түкіріп, шемішке шағып, ішіп, құсып, мал сияқты жаңағындай бір-бірін боқтап, сондай болмай біз Европаға барасың ғой, Европа, мен барған жоқпын ешқашан, бірақ киноларын көресің, бірақ сол барған адамдардың әңгімелерін естисің. Европа, Азия болсын, Америка болсын, қандай мәдениетті, қандай оларда жаңағындай культура, қандай өркениетті, дамыған, қарашы, ғимараттар мықты деп көрген, тамсанасың ғой сенде. Қандай тәрбие, қандай жаңағы не деп.
адамдары қандай, өзінше ерекше, особенный деген сияқты, интеллигентно сөйлейді деген, сондай болар ма едік деп ойлаймын кейбір кезде. Мен де ойлайтыным мына жаңағыдай өзінше бізде де бар ғой ондай адамдар, мәдениетті, тәрбиелі, көбісі орысша оқығандар да олар. Мен енді қазақша оқығандар ондай емес. Қазақша оқығандар мәдениетсіз, жаңағыдай түкіріп, жаңағыдай боқ ауыз сөз айтып сондай деп отқан жоқпын. Қазақта ауылдан шыққанның ішіндегі жаңағыдай жақсы адамдар бар, жаңағыдай мәдениеттісі бар, тәрбиелісі бар, ондай, бірақ бәрі емес қой, дұрыс па? Көбінесе сол орысша оқыған, жаңағы өзінше енді өздерін сөйтіп санайтын шығар, интеллигентныймын деп. Әйтпесе әрқайсында әртүрлі ғой, былай. Ол адамға байланысты ғой. Сол сияқты кетіп жатыр да өзінше жаңағыдай шетелге біз типа өзіміз культурныймыз, сол культурный жаққа барайық, сол жерде дамимыз, бізде мүмкіншілік болады деп. Ол да бір сатқындық сияқты меніңше. Өйткені бір жарайды, бәрі мәдениетсіз болсын, жарайды, қақырып түкіріп тішіп жатыр ма, боқ ауыз айтып жатыр ма, құсып жатыр ма, ішіп жатыр ма, оның бәріне кішкентай кездің бәрін көргеннен кейін оның назарыңа ала бермейсің да. Ол жаңағыдай күніге көріп жүрген тіршілік қой, повседневность қой дейсің да. Соны біреулер содан тартынады да, және жақсы бір жағдай жасайтын елге барады да. Сондай жағдай жақсы елдерге барғысы келеді да, сол жерде тұрғысы келеді, баласын жаңағыдай жақсы оқу орнына жібергісі келеді. Өйткені бұл Қазақстанда бітті, бұл жерде қараңғы, жаңағыдай Қазақстанда білім, денсаулық сақтау, жаңағыдай салалар бәрі все прогнило, анау в жопе деген сияқты. Жаңағыдай бәр жағынан, бәр саласы ештеңе дамымаған, завод анау сиыр бұзау ашылмаған. Менің өз пікірім, бір жағынан дұрыс айтады негізі. Былай ештеңе дамымай қалдық біз. Дамымай қалдық десейді. Шынына керек. Ол бір жағынан бұл билік кінәлі. Әрине ол кінәлі. Шала қазақ билік 30 жыл отырды, білген болғанын істеді, өзінің ғана нәпсісін құнықтырды. Соның арқасында ғана өздерін, халықтың арқасында ғана олар көтерілді, және халықтың қалай рақымшылығын, халықтың жаңағыдай халықтың үмітін ақтамай, басына тышып, сиіп 30 жыл сөйтіп отырды. Ал дұрыс қой. Өйткені жауапкершілік нөл ғой, нөл. Халықтың алдында нөл болды. Ешқандай алға қарай ілгері, жарайды, мүмкін метро жаңағыдай бір коммуникациялар салған шығар, жарайды. Оның бәрі біз түсініп отырмыз ғой, халық, сіздер де түсініп отырсыздар, билік, сіздер де түсінесіздер. Оның бәрі өтірік. Тек қана құжатта ғана болды бәрі. Мысалға, Украинаны жамандайды, бірақ Украинаның былай қарасаң бүкіл енді Украинаның бір
ұлтшыл болуға кім итермеледі? Олар да біз сияқты немеді аштықты көрді. Олар да өте көп қырылды адамдар. Олар ана раскулачивание деген болды. Коммунистер жаңағындай бұлардың өте жестко гонять етті ғой. Былай қарасаң бізден де жестко гонять етті. Қаншама адамдар қырылды. Мен олардың да несін түсінем. Қайғы мұңын. Жаңа не үшін олар ұлтшылданып кетті сондай? Неге орыс тілде сөйлемеді? Орыс тілде жаңа сөйлемеді, өздерінің тілін украинша сөйледі жаңағындай. Сөйтіп 90 жылдар өздері не тәуелсіздік алғанда сөйтіп бекітті. Әр Украинаның азаматы украинша сөйлейді. Мықты. Мен сыйлаймын ондай халықты. Өйткені ол тәуелсіз мемлекеттің ол өзінің құқығы қай тілде, ресми қай тілді бекітті, сол тілде сөйлеу керек. Сол елдің азаматтары. Орыс болсын, қазақ болсын, жаңағындай украин, қандай ұлт болсын, қай елдің мысалға шет елдің азаматы болсын. Сол сияқты сол кезде 90 жылдар бекіту керек еді. Қазақ тілінде сөйлеу керек деп. Өйткені ресми мемлекеттік тіл қазақ тілі. Орыс тілді қоспау керек еді. Сол кезде мүмкін өзбек ағайындарымыз сияқты мүмкін бір 80-90% Қазақстанда қазір қазақша сөйлейтін еді. Егер де сол кезде 90 жылдар сол саясатты дұрыс жаққа бұрғанда, мен қазір мүмкін ұлтшыл, андай нацик, радикал, оппозиционер деп шығу мүмкін. Ондай болды. Бірақ көтін қысып шындықты біле тұра былай отырсаң, әшейін ішің қара қазандай болып өзіңді алдайсың ғой, былай қарасаң. Жаңағындай қазақ болып сен оны айта алмасаң, онда сен несіне қазақсың? Дұрыс па? Әлде ол миға қонбайтын нәрсе ма? Өйткені мен өте жақсы жаңағындай түсініп отырмын. Әр қазақтың қайғысы, әр қазақтың бұл проблемасы ішінде жатқан. Әркімнің жаңағындай өзінің кредиті бар, қарызы бар. Кабальный мына бір кредиттер елки. Қаншама процент мысалға. Шетелден келіп жатыр ғой азаматтар. Айтып отыр, сендерде вообще проценттерің рабский. Біз төлеп жатырмыз. Ештеңе етпейді. Бір жұмыс, екі жұмыс. Көтіміз қысып істейміз. Продукты бәрі қымбаттап жатыр. Проезд, мроез. Біз отыра береміз. Коммуналка бәрі қымбаттап жатыр. Шыдамдымыз ғой, шыдамдымыз. Жарайды. Тілім бауы шешіліп кеткендей болды ғой. Сондықтан меніңше енді қазір сіздер революция сондайға шақырып отқан жоқпын. Просто сіздердің жауапкершілікті сезінуіңізді сұраймын да.
ел болашағы үшін тек қана өздеріңіз ғана ойлай бермеңіздерші. Мен түсінемін, бәрінде кредиті бар, несі бар, қиын. нида жаңағындай мемлекетте болып жатқан нәрсе, жаңағындай әйтеуір өзің қу басыңды жаңағындай қара басыңды алып жүру, жаңағындай әйтеуір ертеңгі күнін жаңағындай көру, соны жаңағындай ойлап жүрсіздер. Мен түсінемін, бала шағаны асырау керек, анау не істеу керек, анау. Бірақ енді бұл саясат болсын, елдегі болып жатқан жағдай, мынаның бәрі сіздің әрине қатысты, сіздің балаларыңызға қатысты, туған туыстарыңызға, және сіз де осы жауапкершілікті сезіне алсаңыз, ішкі түйсігіңізбен, менің ойымша әрбір азамат Қазақстанның азаматы, қазақ болсын, кім болсын, ішінен сол жауапкершілікті сезіне алса, мүмкін біз басқа бір бағытта, басқа нағыз жаңа Қазақстанды біз құра аламыз деп ойлаймын. Бұл менің пікірім. Және бұл менің таңдауым. Ал сіз не? Қалай жаңағындай шешесіз, қалай таңдайсыз? Бұл сіздің қолыңызда. Сондықтан мен соны түсініңіз деп отырмын. Және де елдің болашағы үшін сіз де, сіз жанұяңыз болсын, балаларыңыз болсын, туған туыстарыңыз болсын, барлық қазақ азаматтар көріп отқан, мейлі жаңағындай шетелдік азамат болсын, қазақша түсінетін, басқа ұлттар болсын, қазақша түсінетін, сіздер де осы елдің, Қазақстанның болашағы үшін жауаптысыздар. Жауапкершілік сіздің мойныңызда артулы. Сол себепті ұмытпау керек сіздер соны. Қолынан келгенше жаңадан Қазақстанды құруға, Қазақстанды дамытуға қолдан келгенше көмектесу керексіз. Мен анау не деп отқан жоқпын. Фонд жаңағындай Қазақстан халқына соған ақша лақтыр, анау мынау деп отқан жоқпын. Ақша жинаңдар, бір бәлені өзгертіңдер, жаңағындай конституциялық стройды анау мынау деп отқан жоқпын. Менің айтуым бойынша бұл өзіңізден бастаңыз да. Өзіңіздің жаңағындай егерде бір кәсіп болсын, іс болсын, бір ойлап жүрген бір Қазақстанды бір өзіңіз көріп отырсыз ғой, қандай минустары бар, және өзіңіз андай ойлаған бір жобаларыңыз болса, минусты плюс қылам деген ойларыңыз болса, қаншама мысалы дамымаған салалар бар, отрасльдар бар Қазақстанда. Соларды дамытам десеңіз, немесе шетелден жаңағындай мықты жаңағындай идеялар, мысалы хабтар, бір сондай бір ойларыңыз болса, мысалға ашуға Қазақстанда, шетелден мысалы, енді бәрібір сол шетелден келіп отыр ғой, былай қарасаң, идеялардың бәрі сон біз былай қарасаң соған тәуелді болып қалдық та, шетелдің техникасына, шетелдің жаңағындай трендіне
шетелден не болады, мысалы Америка, Европадан не болады, бәрі бізде сол болады. Мысалы енді Азия, Россия, біз сондай бір копия болып қалдық та солардың. Ал былай қарасаң, өзіміздің бір әлеміміз болған да, мысалға. Енді мен енді в розовых облаках деп отқан жоқпын. Өзіміздің Қазақстан территориясында өзіміздің жаңағындай бір қалай десе болады, бір идея болса, ұлттық идея болса, тек қана бәрінен көшіре бермей, өзіміздің жаңағындай қандай да бір қазақтың болмысын дамытатындай бір ары қарай бір техника жағын бәрін дамытып, бірақ өзіміздің жаңағындай ұлттық құндылықтарды жоймай сақтап қалып, тілімізді сақтап қалып, әдет ғұрыптарымызды сақтап қалып, ұлт сияқты ары қарай дамысақ, мысалға, енді Кореяны алыңыз, Украинаны, Япония, мысалға, сол сияқты, Германия, сондай елдерге, мысалға, немесе Скандинавия елдері маған ұнайтын, экономикасы да жағынан, социал, қоғамдық тұрғыдан, және заң жағынан болсын, демократия жағынан болсын да, білім және ғылым, денсаулық сақтау жағынан да өте көп нәрсені үйренуге болады. Скандинавия, Швеция, Норвегия, өз басым сол елдерге қарап дамытатын едім. Егер президент болсам, Қазақстанның, мен анау однополые браки жаңағындай, қыз теке, ұл теке, жаңағындай ондайларын алдай отқан жоқпын. Бізде ондай нәрсені енгізіп керек жоқ. Ол құртады қазақты. Ішіп тышқанымыз, анау ішкен жаңағындай жасөспірімдердің ішіп атқаны, жаңағындай шегіп, жаңағындай неше түрлі, ол енді аз болғандай, ол енді анау ұл теке, қыз теке дегені қосылды, ол енді құртады қазақты. Сосын одан Құдай сақтасын енді. Құдай қазақ елін сақтасын ондай. Мен жаңағындай сол елдер не үшін атадым? Соның Швейцария жаңағындай маған жаңағындай несі, саяси жағын құрылымы, демократиялық жағынан жаңағындай сол европалық елдердің несі құрылымы, мемлекеттік құрылымы, және қалай басқару системасы, экономикалық болсын, экологиялық жағынан болсын, әскери тұрғыдан болсын, қауіпсіздік тұрғыдан болсын, сол заңдары, конституциясы сол жағынан ұнайды маған. Өйткені ол елдерге, мысалы, біздің болашақ бойынша жастарымызды жіберіп жатсыңдар, мысалы, сол елдердің оқу үшін, сол елдердің, мысалы, системаларын, жүйелерін, мысалы, оқыту жүйесі болсын, денсаулық сақтау жүйесі болсын, бізде енгізіліп отыр ғой, былай қарасаң. Бірақ бізде практика жүзінде аспайды, өйткені бюрократия көп. Сөзсіздер ме? Жемқор адамдар көп бізде. Өзің қалтасын ойлайтын, өзің жаңағындай құйрығын ойлайтын, май көттерін, семьясын ойлайтын. Оқу керек қой, шетелде оқу керек баласы. Өзі жаңағындай коттедж салу керек. Халық, зачем халық? Не істейді ол? Халық ол сігіліп жұмыс істей берсін. Қара халық қой, не істейсің ол? Надан халық, олардың ойлайтын сол да. Біз жұмыс істей береміз, сол шыдай береміз деген сияқты. Соны ғана қалайды да.
мен бәрі мемлекетте басшылықта отырғанның бәрі ондай емес деп ойлаймын енді. Адалы бар шығар, әділ жаңағындай бас дейтіндер отырған шығар мүмкін. Бірақ енді пока көрінбейді енді. Көреміз енді, 1 жыл өтсін. 1 жылдан кейін бір қандай да бір не болмаса өзгерістер. Сол баяғы жаңағындай ескі қасқа деген сияқты. Жарайды. Осымен әңгімені доғарайық. Енді тыңдасаңыздар, көрсеңіздер, лайк басып, бөлісіңіздер. Өздеріңіз білесіздер ғой енді. Дабдардай адамсыздар. Менің мына жолдауымды дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Жан айқайымды, іштегі жаңағындай қара қазандай жиналған мұңымды тек қана менде ғана емес, сіздерде де әр қазақтың ішкі дүниесінде жатқан деп ойлаймын осындай нәрселер. Сондықтан қайғырып мұңға түсе бермеңіз. Тұңғиықтың түбінде жаңағындай шығып, қазақ еліміз ертең айы оңынан туып, тәрім бір қандай да бір осы өткен қаңтардағы оқиғалардан кейін сабақ аламыз деп ойлаймыз. Және Назарбаевтың кезіндегі қателіктерді жаңа билік қайталамайды деп ойлаймын. Үміттенемін енді. Әзірше уақыт көрсетеді. Бәрі әдемі сөйлей алады, бірақ іс жүзінде уақыт көрсетеді ғой істерін. Жақсы іс бола ма екен, жаман іс бола ма екен? Әрине оған халық куә болады. Сау болыңыздар, көргендеріңізге рахмет. Тәңірім сіздерді жарылқасын. Амандықта жүздескенше ағайын.